дәстүрлі емес діндер тіпті киімнің формасына дейін өзіндікін ұсынғысы келеді ғой. Олардың енді ойы белгілі ғой. Қандай да жолмен билікті алу, қоғамға өзінің саясатын жүргізу, сол үшін белгілі бір дәрежеде қоғамдық пікір туғызып, сол үшін тіпті енді қоғамның ішіне іріткі салудан да тартынып отқан жоқ қой. Өзім өмірде байқағаным, мысалы үшін қазақы ортада өскен, қазақы тәрбие алған азаматтар мына теріс діни ағымдарға көп жолай бермейді. Өйткені мына қанмен, ананың сүтімен, әкенің тәрбиесімен, атаның ұлағатымен келген дүниелер осындай бір шектен шығатын дүниелерді қабылдамайтын сияқты болып көрінеді. Тіпті мына қарапайым мысал, енді үлкенге құрмет дегеннің өзін алып қарайықшы. Мысалы үшін орыс аудиторияда сен деп айта береді. Есесіне сен қазақ аудиториясына келсең, жасы 3 күн артық болса да аға деп сөйлеп отырасың. Сол сияқты мына тәрбиемен, мәдениетпен келген дүниелер, олар жаңағыдай теріс діни ағымдарға, басқаларға барудан сақтандырғыш күш болып саналады да. Сондықтан ең алғашқы кезекте ұлттық дәстүр, ұлттық мәдениет, тіл деген сияқты қасиетті осы ұлт қылатын дүниелерге қарсы шабуылдың біріншіден болатын сол. Жалпы байқап отырсаңыз, әлемде қазіргі заманда әсіресе соғыс басталарының алдында ақпараттық соғыс жүріп жатады. Ең алдымен ұлттың тарихына тиіседі. Қорғағыш, сақтандырғыш күштер мен институттарға қарсы шабуылдайды. Енді астарында мүдде жатыр, астарында аудитория үшін күрес жатыр, астарында мемлекет пен мемлекеттік органдарға қысым жасау әрекеттері жатыр. Сол себепті де ұлттық тарихқа ие болу, сол елдің өзінің өзі жасақтауы деген сияқты басты бір кешенді мәселелер бар. Сол сияқты дәстүрді, біздің ұлттық мейрамымыз да, ұлттық нақыштағы киіміміз де бәрі де қасиетті, қастерлі дүниелер, одан айырылуға болмайды. Әр жаңағыдай ағымның артында өздерінің ішінде де талай-талай тараулары, ағымдары бар. Заңда әр 3 ай сайын өзгеріс енгізіп, мынанды дегенше, одан дағы нақты, мысалы үшін өзіміздің мазһаб, өзіміздің дін, өзіміздің мектеп деген сияқты мәселелерді ерекше алу керек. Осылар дәстүрлі болып табылады, осылар мемлекеттік қолдауға ие болады, қоғамның ішінде насихатталуға қақысы бар дейтін мәселені айтсақ, қалғанның бәрі енді автоматтарды тырнақшаның немесе жақшаның сыртына кетіп қалу керек қой. Бұл тек қана мемлекеттік орган, тек қана ұлттық қауіпсіздік комитеті немесе прокуратура күреседі деген сөз емес. Біз егер шынымен де қоғамымызды жақсы көретін болсақ, еліміздің тәуелсіз мемлекет болғанын қалайтын болсақ, дұрыс дамып өрбігенін қалайтын болсақ, онда бәрімізді осыған атсалысуға дайын болуымыз керек қой. Біреуіміз сөзбен, біреуіміз интернеттегі постпен, мақаламен, хабармен, тіпті қарапайым үйдің ішіндегі әңгіменің өзінен бастап. Сонда ғана қоғам түзеледі, сонда ғана осындай жат ағымдарға, басқаларға қоғам болып тойтарыс бере аламыз.